Сәлем достар, қош келдіңіздер біздің каналға. Егер сіздерде осындай екі орамды снуд қызықтырса, онда мына бастасаңыздар болады. Өйткені бұл оңай, өте жеңіл тоқылатын. Мен бұл снудты мына жіптен тоқыдым. Ализе Lana Gold деген, номері 522. Бұның біз үшеуі кетті менде. Размері ені 30, ұзындығы 138 болды. Әрине, егер қаласаңыздар 150 арада тоқи бересіздер, онда сіз жіпті көбірек аласыздар. Мына жерде мысалы метражын айтады 240, 240 болып тұр, 100 грамм. Сонда үшеуі кетті. Құрамы акрилмен шерсть деп тұр, жүн. Мына жерде өте танымалды, көп магазиндерде кездестіруге болады. Ол үшін бізге спицияның 4,5, ондай лескідегі, немесе ұзындағы тоқсаңыз болады. Метр керек, ілмек керек, және де қайшы. Егер осы заттарыңыз дайын болса, онда ше бастайық. Жіпті қалай алуды көрсетейін. Енді үйреніп жүргендер болса, мінекей қайтадан аламыз, іліп алдық и шығардық. Әрине, егер сіздер жіпті алуды, ілмекті алуды білсеңіздер, айналдырып жіберуге болады. Осылай алу арқылы 50 данасын іліп алу керекпіз. Көргенде оңайрақ болады, біріншісін алғаннан кейін. Нәжеде 50 алған жоқпын мен, бұл үлгі ретінде. Өйткені мен снудты тоқуды бастап қойған едім. Үшін байлап қоя салайын, шешіліп кетпеу үшін. Біріншісін іліп алдым, екіншісін бер жағынан ілу арқылы тоқимыз. Ол бізге оң болады. Бер жағынан ілеміз. Әрине, бұның барлығын көрсетіп жатырмын, енді үйреніп жүргендерге қайталап кетейін. Яғни ілмектің бер жағынан алып отырамыз. Тоқымамызда қай бетіне тоқсақ та тек қана оң қылып тоқып отырамыз. Өте оңай. Сондықтан жаңа басында айтып кеткендей, енді үйреніп жүргендерге өте жақсы. Тек қана оң қылып тоқып отырасыздар. Соңғысында оң қылып тоқыдым. Енді айналдырдық. Дәл солай тоқимыз. Мына жерде мұқият болайық. Біріншісін ілген кезде жіп бер жағынан болу керек. Сол кезде ұштары әдемі жататын болады. Қайтадан байқап отырғаныңызда бер жағынан алып отырмын ілмекті. Біздің өрнегіміз шығып жатыр. Осындай. Әрине, қатты тарт жібермеу керек, немесе қатты бос та болмау керек. Соны қараймыз. Басынан аяғына дейін ғана тоқылады. Мына жерде де оң қылып тоқыдым. Тағы бір рет көрсетейін. Міне жіпті қайтадан бергі бетке тастап, іліп алған кезде шешіп алдым да, кейін тоқи бастадым. Осылай тоқи беріңіздер. Сонда бізде мынандай өрнек шығады. Енді егер жібіміз
таусылып қалса не істеуге болады? Әрине ортасында тоқтатпаған жөн, өйткені бізде осындай түйін болып қалады. Міне көрсеткендей жанынан қосу керек. Егер ұзындау болып қалса, мына жерде біз қыстырып қоямыз. Мына жердегі жібім бұл мен екінші жібім еді. Қазір үшіншісін қосам. Ұшы қысқа болып қалғандықтан шешіліп кетпеу үшін мен ілмекпен осылай байлап қойдым десем де болады. Кейін арада мен тоқыманың арасында тығып тастаймын. Мысалға, бүйтіп орап жіберуге болады. Әрине әдемі істеу керек. Кейін сіздердің ұштары бір жерде шығып, сондай көркісін бұзбау үшін. Кейін оны мінекей қырық жіберуге болады. Ұшы білінбеді. Енді келесі жібімізді аламыз. Ұшында сәл қалдырамыз, өйткені бізге оны тығу үшін де керек. Дәл жаңағы тәртіппен оң қылып тоқи береміз. Мына жерде бітірер алдында алып жіберуге де болатын еді. Қазір соны қарап отырып ойланып отырмын. Яғни соңғы ілмекті жаңа тоқитын жібімізбен алуға да болатын еді. Сол кезде тоқуға да әдемірек болатын еді. Сіздер сөйтіп істесеңіздер болады, менің қателігімді қайталамай. Байқап жатсаңыз, ешқандай өзгеріссіз бер жағын алу арқылы тоқуды жалғастырдым. Егер сұрақтарыңыз болса, өлшемге қатысты комментарийға жазсаңыздар болады, қолымнан келгенше жауап беремін. Осылай тоқи береміз. Сынуын тоқып біткеннен кейін неге бастап қойдым, екі ұшын қосуды. Енді мұқият сіздерге жай көрсетейін. Ілмектен өткізіп аламыз. Шештік оны спицадан. Келесіне өткіземіз. Мына жерде көрсетейін. Мысалы, өзі көрініп тұрны ұяшықтар. 1, қасына 2, 3. Солар өзі көрініп тұрады. Яғни судан аламыз. Өйткені бергі жақтағы сан спицадағы ілмектермен сай келу керек. Әйтпесе сіздердікі снуд қисық болып қалады. Екінші мынаны өткізді. Енді спицадағы ілмекті өткізіп аламыз. Шештік. Қайтадан бер жаға өтеміз. Көрші жатқан көрініп тұрған ілмектен екеуінен өткіземіз. Өткіздік, шештік, бер жаққа өткіземіз. Жіпке де қараңыздар, қалай тұрғанын, қай жаққа жіберіп жатқанымды. Өткіздім, шештім, жіпті бер жаққа өткізу керек. Сол кезде айналып кетпейді біз жібімізді шығарып атқан кезде. Егер де шатастырып алмау үшін маркермен қосып қойсаңыздар болады. Немесе ерінбесеңіздер санасаңыздар болады. Қанша ілмек бізде қалды спицада, қанша ілмек бер жағында бар. Мінекей
мүлдем көрінбейді деп те айтпас едім, көрінеді қосылған жері, бірақ қосқан жеріміз сондай ұқыпты болады, және де қатты дөңкиіп кетпейді. Өйткені кейбіреулер бар, сонда қосылған кезде қосылып тұрғаны сондай дөңкиіп тұрады. Мысалы, маған ұнамайды ондай. Және де мен инемен де қосып көрдім. Ол да аса ұнамады. Жақында каналымызда осыған сай келетін осы жіппен тоқылған бас киім шығады. Өткізіп алмаңыздар. Сол жерде инемен қосқам, маған ұнамады, шынымды айтсам. Осы ілмекпен қосқан көбірек ұнады. Міне қазір мына жерден мына бетіндегі санап алуға болады, яғни қадағалап тұру керек. Қисық болып жатыр ма, жоқ па? Мысалы, мына жерде міне ұяшықтарды санауға да болады. Ілмекпен көрсетіп жатырмын. Мысалы, менде сай келіп жатыр, қисық емес. Бер жағы қысқа болып қалса, әрине сөгуге тура келеді. Сөйтіп маркермен қыстырып қоясыздар. Ұшына келдім. Мына жерге қарасаңыздар, екеуі қосылған кезде кейде сондай қисық деп айтуға бола ма, көрініп қалады. Сондай болмау үшін не істеу керек екенін көрсетемін. Бер жағынан алайын. Міне мына жерінде қараңыз. Осындай болып қалмау үшін сонда көршілес жатқан тоқыма жақтан да өткізіп алу керек. Енді байқасаңыздар, енді көрінбей қалды. Келесі қадам ол осы ұштарын тығу керек, әдемілеп. Мына бойымен тығамын мен. Үнемі көрсете бермеймін, бірақ осы жерде көрсеткім келді. Қарасаңыздар, қалай тығылған кезде не істеуге болады. Әшейін тыға салмаймыз, мынаның өрнектің бойымен тыға бастаймыз, сол кезде көрінбейді. Осылай тоқылады. Видео ұнаса лайк басыңыздар, бөлісіңіздер, және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Каналға жазылыңыздар, қоңырауды басуға болады, кейінгі жаңа видеоларды өткізіп алмау үшін. Қазір енді қырқып тастайын. Қатты түбіне дейін қырқпауға да болады. Өйткені жуу барысында ұштары тартылады. Және де тартылып кетпеу үшін де қатты тартпау керек. Достар, бітірдік сноудымызбен. Рахмет біздің каналға кіріп, көріп жатқандарыңызға. Көріскенше сау болыңыздар.